Жалын жастар қоғамдық бірлестігі және береке ынтымақ арқылы жобасы аясында Қазығұртта жастарға жоба жазу және оны жүзеге асыру бойынша тренингтер өтілді. Және осы жоба бойынша біздің бір бағытымыз Қазығұртта мектеп оқушыларының арасында ағылшын тіліне деген қызығушылығын ояту. 5-ші, 6-ші, 7-ші сынып оқушылары арасында ағылшын тілінен бағасы төмен оқушыларды арнайы 2 ай көлемде оқыту және оларға осы деңгейін жоғарылату мақсатында осы жобаны аштық. Біз осы жерде біздің сабақты өтіп жатқан қыздарымызға кіріп сұхбат алып көрейік. Біздің басты мақсатымыз мектеп оқушыларын деңгейін ағылшын тілінен егер бағалары үлгерімдері кішкене ілеспей жатса, біз соны жақсы ету, яғни оларды өз қатарларына қосу болатын. Осы жоба басында сіз оқушыларды қалай іріктеп алдыңыз? Біз алдымен осы бағдарлама туралы айттық, бәріне хабардар еттік. Одан кейін олар барлықтары келді, қалағандар. Одан кейін біз өзіміздің категория бойынша, яғни біздің жаңа қойған шарттарымыз бойынша келетін оқушыларды таңдап, осы сабақ ортасына жинап отырмыз. Сіз осы жетістіктеріңіз өзгерген бағалары бойынша сіздер оны қалай мониторинг етіп отырасыздар? Біз әр апта сайын бұл оқушылардың сабаққа қатысуларын қадағалап отыратын боламыз. Одан кейін жыл соңында, осы яғни 1,5 ай өткен соң, біз бұлардың жаңағы оқу үлгерімдері туралы табелдерін сұрайтын боламыз. Солайша біз бұлардың, сонымен қатар біз бұл таңдап отырған оқушылардың мұғалімдерімен сұхбат жасап, сонымен қатар қалай болғанын, бұлардың сабақтарында ілгерілеу бар ма, соны сұрайтын боламыз.